Құм мен тас. Әңгіме. Екі дос шөл далада жолаушылап келе жатады. Бір кезде сөзден сөз шығып, екеуі тартысып қалады. Біреуі ашуға қатты булығып, екіншісін қойып қалады. Досының ұрғаны жанына қатты батады, бірақ ләм-мим демей құмға былай деп жазып қояды: бүгін мені жан досым ұрды. Екеуі көкорай шалғын жерге келгенше тоқтамай жүріп отырады. Суды сол жерден ішерміз деп келісіп алады. Бір кезде досынан таяқ жеген батпаққа аяғы кіріп шыға алмай қиналады. Тіпті тұншығуға айналып, демі тарыла бастағанда досы құтқарып қалады. Батпақтан құтылғаннан кейін тастың үстіне ойып тұрып, бүгін мені жан досым өлім аузынан құтқарып қалды деп жазады. Оның бұл жазуына таңырқаған жолдасы: ұрған кезінде құмға жаздың, ал енді не үшін тасқа жазып жатырсың деп сұрайды. Сонда досы: біреу бізге жамандық жасаса, оны құмға жазғанымыз дұрыс, кешірім самалы оны өшіріп кетсін. Ал біреу жақсылық жасаса, оны тасқа ойып жазайық, оны ешқандай жел өшіре алмасын. Досының айтқан өнегелі сөздерін қалай түсінесіңдер? Неліктен адамдардың жасаған жамандықтарын кешіріп, ұмытып, жақсылықтарын ғана есімізге сақтап жүруіміз керек? Шынайы досты қандай әрекеттер сипаттайды? Өздерің қандай дұрыс әрекеттер жасап жүрсіңдер? Айта кетіңдер. Біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.